Қымбатты көрермен, тікелей эфирде таң бір ақпаратты сазды бағдарламасы біздің студиямызға келіп жайғасқан қадірлі қонақтармен таныс болыңыздар. Созақ серілер тобы бізде бүгін қонақта. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Таныстырып өтейік. Абай Аққулиев, Ерғали Дүйсенов, Роман Дүйсебеков, Абылай Бәжібай, Елдос Жүсіпов. Қош келдіңіздер. Қалай жеттіңіздер Созақтан, Сырлы Созақтан? Жақсы, әдемі. Көңіл күйменен келіп қалдық. Мереке құтты болсын. Береке құтты болсын. Енді бүгін Жарапазан фест республикалық байқау болады. Осы байқауға сіздер қатысқалы жатыр екенсіздер. Сағат 10:00-де басталатындығын тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Дайындық барысы қалай? Осы Жарапазан фест республикалық байқауына тоқталып өтсеңіздер. Жарапазан фест осы соңғы 5 жылдықта ұйымдастырылып жатыр. Біз сол жылда қатысып жатырмыз. Алғашында дипломант болғамыз. Кейіннен осы облыс бойынша бас жүлдені алдық. Одан республикаға қатыстық. Республикадан да былтыр дипломант болып қайтқанбыз. Алла қаласа биыл лауреат боламыз ғой деген ниетпен келіп отырмыз. Жақсы дайындықпенен, Құдай қаласа. Дайындық жақсы. Енді жалпы талаптарына тоқталып өтіңіздерші. Талаптары көрініспенен және батаменен Жарапазан айтылуы үшеуі бірге бірігіп, бір-бірімен байланысты болуы керек деген талап бар. Және 5 минуттан аспауы керек, 5 адамнан аспауы керек. Осындай талаптары. Сол батасы сол Жарапазанға лайықты болу керек. Ең соңында Құдай қаласа сұрақ жауаппенен бітеді Құдай қаласа. Абай мырза, осы құраммен таныстырып өтсеңіз. Созақ серілер тобын. Біздің үлкеніміз Роман деген азамат, Сабырұлы, Мыңжылқы мәдениет үйінде Созақ ауданында қызмет жасайды. Ерғали Дүйсенов, Нұрғалиұлы, мықты аккордеонист, ұстаз. Елдос Бердіқұлұлы, Кенжебай шалдың шәкірті. Қайрат Байбосыновтың шәкірті. Қайрат Байбосыновтың қолында оқып шыққан кәдімгі дәстүрлі әнші. Республикалық эстрада цирк колледжін бітірген. Абылай Бәжібай, эстрада әншісі. Бұл да мықты осы Созақ ауданында, облыс көлемінде, республика көлемінде ауданымыздың абыройын асқақтатып жүрген азаматтар. Енді төртеулеріңіздің киімдеріңіз бір, Роман ағамыздікі ақ екен. Бұның да бір сыры бар шығар? Бұл кісінің жүрегі ақ қой, содан кейін бұл кісінікі ақ қылдық. Ерекшелеу болып тұрсын деді бұл кісінің. Тататын аспағым бөлек болған екен, бөлекше болсын деген ниет. Енді Созақ серілер тобы жалпы қашан құрылды? Топқа таңдау барысында бір қандай да бір талаптар қойылды ма? Ерге жауап бере жүрсіз ба? Ерғали мырза. Созақ серілерін арнайы бір осы құрайық деген ондай ой болған жоқ мүлдем. Осы Созақ аудандағы өнер азаматтарының басын қосып, әбекең шаңырағында дәм беріп, үлкен осы Рәкең, әбекең, мен одан кейін сол шаңырақта бас қосқаннан кейін неге бұл үрдісті жалғастырмасқа деп келесі отырыс менің шаңырағымда болды. Сол шаңырақта топпен айтқан қалған үкілі қыз деген әніміз осы әлеуметтік желіде миллиондаған қаралым жинап, арнайы Алматы қаласында көреміз бағдарламасына шақыртып алғанбыз. Сол бағдарламаға барып, сол жердегі сарапшылар бір үйдің баласындар ма деп сұрақ қояды бізге. Жоқ, біз бір үй емес, бір ауданның балдарымыз біз. Жалпы өнер байланыстырып жатыр бізді. Аты бар ма, топтың аты бар ма деген сияқты сұрақтар болды. Жоқ, бізде той емес, біздің топтың аты да жоқ деген. Онда Созақтан келіп отыр екенсіздер, сіздерге Созақ серілер деген біз топ берейік, ат берейік. Сол атты өздеріңізбен бірге алып жүріңіздер деген. Созақ серілер деген атты сол Алматыдан арқалап қайтқан. Алматыдан арқалап қайттыңыздар. Енді әлеуметтік желіде әдемі әндеріңіз миллионнан астам қаралым болғаннан кейін әлеуметтік желіде белсенді болған шығарсыздар, әлі де белсенділік бар ма? Әлеуметтік желіге қолымыздан келгенше жүргізіп жатырмыз енді, өзіміз желеп. Енді біреуден асып кетпесек те, біреуден қалып кетпесек те, орта деңгейде жүргізіп жатырмыз. Енді Жарапазан фест әр өңірден келеді, әр қалалардан келеді. Жалпы осы оңтүстік пен басқа аймақтарда бір Жарапазан айтудың бір ерекшеліктері бар ма? Енді республикалық деңгейде қатысып көрдіңіздер, басқа қалаларында деңгейде. Енді жалпы біздің Қазақстандағы әр мектеп бар ғой. Сол мектепке байланысты кішкене өзгеріс болады ғой. Жетісудан келгендер,
сол жетісту мектебіне қатысты, батыстан келгендер батысқа қатысты, Қызылордадан келгендер сырға қатысты деген секілді өздерінің мектептеріне қарай кішкене өзгеріс болып жатады. Ал жалпы алғанда барлығының айтатын әуені, әні, сөзі бір сарын. Енді кезек қолға салайық өздеріңізге. Жарапазан ба? Әлде Жарапазан. Алдымен ауылдың алты ауыз қылып қалғанын айтамыз ба? Қалғанынан бастайық. Қалғанынан бастайық, Тамаша. Бәрекелді. Керемет. Енді Елдос мырзаны да Абылай мырзаны да сөзге тарта кетейік. Жалпы айтқан кезде осындай ән таңдау барысында байырғы ескі ұмытылып бара жатқан әндерді көбінесе жарыққа шығарасыздар ма? Бізде әлде осы оңтүстік өңірінде айтылмай қалған халық әндері, дәстүрлі әндер көп па? Оңтүстік өңірде жалпы тыңнан іздегенді қалаймыз ғой. Оңтүстіктің әндері емес, жалпы қазақтың халық әндерінен айтылмай жүрген халық әндерін іздеп репертуарға қосамыз. Осы Қарғашайтты іздеп Қытайдан келген қазақтардың айтып жүрген ән екен. Осы кейіннен біз халыққа таратып жүріп айтып. Түсінікті. Енді Абылай мырза айта кетіңіз, жалпы енді 5 адам болғаннан кейін репертуар жағы қалай болады? Ән жазу. Қалай таңдайсыздар? Ол жеке адамның шешімімен қабылданбайды. Ортадан осындай әр жігіт ұсыныс тастап, осындай ән жақсы екен, мынандай ән әрқайсымыз 5 жақтан ізденіс үстінде жүреміз. Сөйтіп ортақ шешім. Бір ән таңдасақ та ортақ шешім осы 5 жігіттің қалауымен сондай бірге шешім қабылдап барып айтамыз. Не таңдасақ, ән болсын, киім жағы болсын, жалпы ақылдаса келе. Негізінде біз 5 жігіт осы жерге Жарапазан фесттің тапсырмасымен, ұсынысымен 5 жігіт келіп отырмыз. Негізі 13 жігіттен құраламыз. 13 жігіттен құраламыз. 13 жігіттен құраламыз. Алматыға 10 жігіт барғамыз негіз.
шіркін. 13 жігіт барлығымыз енді жақсылықтардың басы қасында осы тойға, елге қызмет жасап жүрміз. Бірақ енді 13-імізді бірдей халық шақыра бермейді ғой. Екшеуден трио болып, квартет болып, квинтет болып баратын кездеріміз болады. Бүгін осы ұсыныс арқылы осы бесеуіміз келіп отқан жайымыз. Жарапазан песте неге 5 адам болу керек деп? 3 немесе 5 деп жазған, енді жан жақтан ұзақтан келетіндерге кішкене жеңілдеу болсын деген болу керек. 5 адам бір машинамен келсе, барлығы сиіп келетін деген болу керек. Алтыншыда бұл істемей қалады ғой. Өткен жылы дипломат атанған екенсіздер, биыл енді жеңісті қолдан бермей шығарсыздар. Құдай қаласа, қолдан келгенше. Былтыр үміттіміз. мен салыстырғанда қандай кемшілік тұстарда болып қалды деп ойлайсыздар? Кемшілік жоқ. Қайта былтырғыдан гөрі дұрыстау дайындалып келдік-ау деп ойлаймыз енді, Құдай қаласа. Енді қазылар алқасын таңғалдыру үшін қандай жаңашылдық қостыңыздар? Енді қызық бұл. Құпия болмаса. Бата, өзгеше бата. Біз жалпы Қазақстанда жалпы кітапта жоқ бір батаны құрастырып келе жатырмыз, өзгеше бата. Және көрінісіміз де көбінше негізі көріністі сол баяғы заманнан алады. Біз баяғы заман емес, бүгінгі заманды Заманауи. көрсетіп барып, бастағанды жөн санап жатырмыз. Көріністе ма? Қандай көрініс? Көріністе. Күнделікті осы өзіміздің арамыздағы айтылып жатқан әңгімені және соның дұрысын, дұрыс емесін. Жалпы қазір өздеріңіз білесіздер, Жарамазанда кейбір жерлерде өнерде құнын түсіріп жүріп жатқан жерлер бар. Соларға кішкене дұрыс емес екендігін халыққа жамал жеткізіңкіреп, оны қай кезде айтқан дұрыс және қалай айтқан дұрыс деген секілді. Дәстүрді дәріптеп айтайық, ұлттық құндылығымызды ұлықтап айтайық, ұят деген киелі абыройдың аттамай айтайық, салтты сақтап айтайық, өнердің құнын жерге түсірмей, абыройын асқақтатып, беделін биіктетіп айтайық деген секілді мағынада осындай көрініс қоясыздар. Көрініс қоямыз, Құдай қаласа. Енді сұрай кетейікші, енді қазіргі таңда жарапазан дейтін болатын болса, кішкентай балалардың өзі бағдаршамда айтып жатады. Сол ғой. Соның машина тоқтаған кезде де жүгіріп барып, терезеден бір-екі шумақтарын біледі, ары қарай білмейді. Осы тұрғысында не айтасыздар? Бұны қалай қолға алу керек? Көзқарастарыңыз қандай, Ерғали аға? Енді сол сіз айтқан әңгімені көріп жүріп қойды күнделікті жаңағы светофорлар, бағдаршамдарда. Енді ол енді дұрыс емес деп ойлаймын. Көшеде кетіп бара жатсаң да бір-екі бала ақ тауып, қызыл тауып деп айтасыз. Дұрыс емес ол енді, ол Жарамазан жырын айтқаннан кейін оның нақышына келтіріп, жаңағы Айбекең айтқандай өнерді құрметтейтін жерде, бағалайтын жерде, жалпы өнер деген нәрсе сатылмайды, өнер бағаланады. Сондықтан да өнердің құнын төмендетпей, қайта жоғарылатып, ондай мүмкіндік болса ондай жерде айтпауға тырысу керек. Өзі айтатын жерлері болады, сол жерлерді айту керек. Қай жерде айту керек, осыған бір тарихына бір қай жерде айтылу керек болатын болса, негізі тарихқа сүйенсек, сәресі уақытында айту керек деген. Енді сәресі уақытында бұрын будильник болмаған соң айтылған шығар енді. Қазіргі таңда біз өзімізше бір формат құрастырдық. Осы жігіттер Жарамазан ауызашар бүгін беріп отқан кісінің үйіне хабарласып, ескерту арқылы баратын жағдай жасап жатырмыз. Және барғаннан кейін елмен бірге болып, ауыз ашып, үлкен кісілерге тілек айтқызып, бұл деген ауызашар деген біреудің қайтыс болған бір 100 жылдық асы емес, жылдық құдайысы емес, бұл деген діни мереке. Мереке болғаннан кейін мерекені мерекелеп, әдемілеп өткізейік. Үлкен қариялар тілек айтыңыздар деп үлкен қариялар сөйлетіп, арасында дәстүрлі ән айтқызып елдосқа, одан кейін терме айтып, сосын барып ең соңында түйіндеп, жұрттың бәрі дәм желініп болдау деген кезде жарапазанымызды айтып, батасын беріп, қариялардан бата алдырып, осыны бір кішігірім әдемі жинақы отырыс қылып ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Қалай қабылдап жатыр қазір? Әдемі қабылдап жатыр. Мынандай нәрсе керек екен ғой, осылай болу керек екен ғой деп. Біз енді ол үйге, мысалы, тойға баратын болсақ, құдалыққа баратын болсақ, ақшасына келісіп барамыз ғой болса да. Бұл жерде келіспеген, бағасыз үйдің егесінің рұқсатыменен барамыз, қай үйге барсақ та. Сауап үшін. Сосын болғаннан кейін енді жарапазан айтылғаннан кейін болса да енді ат мінгізіп шапан жауып, өз еркі үй егесінің сый-сияпатын жасап жатады. Түсінікті. Енді созақ серілер тобы, жалпы 10 жігіттен астам дедіңіздер ғой, әрқайсысы бөлініп шығамыз, квартет болып, трио болып деп жатырсыздар. Жалпы киім тігуде, мысалы, ән жазуда оңай емес.
Кім қолдау білдіріп жатыр? Жоқ әлде жеке қаражаттарыңыздан ба? Біз басым көпшілігі тірі дауысты айтамыз. Ән жаздырылмайды көбінше. Енді ән жаздырған күнде 10 жігітке бірдей басылмайды. Осы 4-ге, 3-ге басылуы мүмкін. Ал енді киім жағына келетін болсақ, бірінші бізде киім болмаған кезде әуелі алды, екінші ауданымыздың әкімі Мұхит Сексенбайұлына үлкен алғыс білдіріп қойсақ болады. Сол кісі осы біздің өнерімізді бағалап, құрметтеп, жігіттерге арнайы шабан тіктіртіп берген болатын. Ол кісіге үлкен рахмет, алғысымызды айтып қоямыз созақ серілердің атынан. Және одан кейін ары қарай өзімізде әрекетімізді жасап, өзіміз тіктіртіп, қалаған киімімізді алып киіп жүрген жайымыз бар. Түсінікті. Енді жарапазанға кезек берейік. Ал, қайым болса кетті жігіттер. Ассалаумағалейкум бердік сәлемі, тәңірдің бір есімі Құран кәрімі, жаратқан жаппарға қасамшы шүкірі, Мұхаммед пайғамбарға мың бір сәлемі, Мұхаммед үммет жарапазаны, оразан қабыл болсын мұсылмандары, ұстағандары, мұсылмандары, ұстаған жары. Айтамыз жарапазан құтты болсын деп, тіліміз сауын сиыр сүтті болсын деп, ниетті ауыздарын бекіткендердің темірдей денсаулығы мықты болсын деп, Мұхаммед үммет жарапазаны, оразан қабыл болсын мұсылмандары, ұстағандары, мұсылмандары, ұстаған жары. Айтамыз жарапазан тыңдағандарға, ұйықтар сәресіңе тұрмағандарға, бұл айдың құрмет үшін бұрындадылар, ат мінгізіп шапан жапқан жырлағандарға, Мұхаммед үммет жарапазаны, оразан қабыл болсын мұсылмандары, ұстағандары, мұсылмандары, ұстаған жары. Ораза 12 айдың падишасы, бұл айда қабыл болар көздің жасы. Мұхаммед үмметіміз Аллаға құл, я Алла халқымызды жарылқашы. Мұхаммед үммет жарапазаны, оразан қабыл болсын мұсылмандары, ұстағандары, мұсылмандары, ұстаған жары, мұсылмандары, ұстағандары, мұсылмандары, ұстаған жары. Мұхаммед үммет. Енді бағана батаға да баса назар аударып деп жатыр едіңіздер ғой. Батаны кім береді? Абай аға өзіңіз берсеңші. Көрініс ойына жүрекке. Я құдіреті күшті ол Аллам. Аумин. Ниет қылып, алақан жайып отқан әрбір жанның ана құрсағынан басталған әзиз өмірін қорғыла көрме. Аумин. Имандарын күшейт әлсірете көрме. Жүректерін тазарт кірлете көрме. Несібелерін көбейт кеміте көрме. Беделдерін биіктет түсіре көрме. Абыройларын арттыр ақтара көрме. Ризықтарын молайт азайта көрме. Жақсыларға жақындат алыстата көрме. Тура жолды көрсет адастыра көрме.
Кәсіптерін жүргіз тоқтата көрме, өмір бәйгесінде оздыр қалдыра көрме, көппен бірге болдыр айыра көрме, бақтарын жандыр көшіре көрме, дендерін сау қыл, ауру қыла көрме, марапатқа сай қыл, масқара қыла көрме, ұлағатты қыл, ұятты қыла көрме, сыйлы қыл, қадірсіз қыла көрме, армандарын адастыра көрме, өмірлерін өкіндіре көрме, ақылдарын аздыра көрме, тағдырларын тоздыра көрме, жақтарын жаңылдыра көрме, аяқтарын сүріндіре көрме, табандарын тайдыра көрме, кісіге күндерін сала көрме, досқа күлкі, дұшпанға таба қыла көрме. Енді сәттілік тілейміз. Бүгін енді жеңісті, жемісті күндеріңіз әр кезде көп болсын. Енді бата бұйыру деп жатырмыз. Әр көріністің белгілі бір уақыттары бар ма? Осының барлығы 5 минутқа деп 5 айтады. 5 минутқа. Ары кеткенде 7 минутта біту керек осының. Көрінісіңіз, әніңіз және батасымен. Біз 7 минутта бітіреміз деп тұрмыз жобалап. Құдай қаласа. Қанша адам қатысайын деп жатыр? 10-нан асады. 12-13 ба сол жобада деймін. 18 адам. Қойшы. 18 адам қатысады. 18 команда үміткерлер қатысады. Дайындық жалпы жақсы. Сәттілік тілейміз. Жалпы осындай жарыстарға жиі қатысып тұрасыздар ма? Қатысамыз. Шақырылған, ұсыныс болған жерлерге қалмауға тырысамыз. Өйткені той бөлек, сахна бөлек. Өнерді сахна шыңдайды. Түсінікті. Енді жалпы өнер қасқағым сәт, танылып та үлгересің, тасада қалып та өкінесің, бірақ сені іздейтін, бірақ сені тыңдайтын, ең басты көрермендер аман болсын дейміз. Тек сәттілік тілейміз сіздерге. Көзқарақты көрермендерге таңғы тілектеріңіз. Сіздерге де алдымен шығармашылық табыс тілейміз. Алла абыройларыңыз асқақтап, беделдеріңіз биіктей берсін. Қадірлі ағайын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бауырымыз аман, бауырымыз аман, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Амандықта, саулықта қауышайық. Енді созақ серілер күндіге келе бермейді. Bir әнмен қорытындылап берсеңіздер. Бәрекелді. Онда көпшілікке алғыс айтайық онда. Өйткені Аллаға, адамға алғысы болмағанның Аллаға шүкіршілік болмайды дейді. Сіздерге мың алғыс. Сіздерге де мың алғыс созақтан келіп отыр. Көпшілікке мың алғыс деп баршамызға алғыс айтайық онда. Кеттік. Algısay düşmandı da dostum dayı